Бәріне сәлем. Бұл Роман, және бүгін біз өз шотымызда жаңа қоймаларды қалай құруға болатынын, және әртүрлі қоймалардағы тауарлар мен ингредиенттерді есептен шығаруды қалай орнатуға болатынын қарастырамыз. Дұрыс конфигурацияланған қоймалар сіздің мекемеңіздегі қоймаларды есепке алу тіректерінің бірі болып табылады. Қойма – бұл азық-түлік сақталатын орын. Әдепкі бойынша постер тіркелгісінде бір байланыстырылған қоймасы бар бір мекеме жасалады, және шағын тарифтен бастап сіз олардың шексіз санын жасай аласыз және есептен шығару логикасын реттей аласыз. Егер сіздің мекемеңізде азық-түлік қалдықтары бар бірнеше дүкен болса, жаңа қоймалар жасаңыз. Мысалы, барда коктейльдер мен ас үйде салаттар жасау үшін қолданылатын апельсиндер, немесе басқа себептеріңіз болса, әртүрлі орындардағы әртүрлі тағам қалдықтарын қадағалаңыз. Қойма жасау үшін қоймалар қойындысына өтіп, қосу түймесін басыңыз. Оның аты мен мекен жайын жазыңыз. Қойманы есептік жазбаңыздағы бір немесе бірнеше мекемеге байланыстыру үшін мекеменің құсбелгісін қойыңыз. Өзгерістерді сақтаңыз. Енді сіздің қоймаларыңыздағы ингредиенттер қалай есептен шығарылатынына көшейік. Есептік жазбаңыздағы әрбір мекеме үшін бұл логика бөлек реттеледі. Сондықтан алдымен мекемеге кіру бөліміне өтіп, өңдеу түймесін қалағаныңызға қарама-қарсы басыңыз. Бетті төмен түсіріп, есептен шығару блогына өтіңіз. Мұнда сіз мекемеде пайдаланатын барлық қоймаларды қосып, есептен шығару логикасын реттей аласыз. Әдепкі бойынша мекеме орнату мәліметтері жоқ режимде жұмыс істейді. Бұл өнімдердің соңғы қозғалысы болған қоймадан есептен шығарылатынын білдіреді. Мысалы, жеткізу немесе қолмен есептен шығару. Егер сіз қойманы белгілі бір цехқа байлағыңыз келсе, дүкен бойынша есептен шығаруды орнату опциясын таңдаңыз. Постер сізге осы немесе басқа цехты пайдаланатын қоймаларды таңдауды ұсынады. Оған бір қойманы да, бірнеше қойманы да байлауға болады. Егер сіздің мекемеңізде бірнеше белсенді кассалар болса, сізге үшінші нұсқа қолжетімді болады. Дүкендер мен кассалар бойынша есептен шығаруды орнату. Оның көмегімен сіз қойманы қажетті шеберханаға байланыстыра аласыз. Бірақ мұны әр касса үшін бөлек жасау керек. Мысалы, егер верандадағы бардың өз азық-түлік қоры болса, верандадағы кассаға жеке қойманы байлаңыз. Орнатуды аяқтағаннан кейін өзгертулерді сақтауды ұмытпаңыз. Енді сіз постерде қоймаларды қалай жасау керектігін және өнімді есептен шығару ережелері қалай реттелетінін білесіз. Егер сіз мұны әлі жасамаған болсаңыз, оларды өз есептік жазбаңызда орнатып көріңіз. Бұл ингредиенттердің қалдықтарын дәлірек етеді және сіздің мекемеңіздің қоймалық есебін жеңілдетеді. Күндеріңіз сәтті өтсін және есіңізде болсын. Постер мен мекемеңіздің қоймаларындағы азық-түлік қалдықтарын басқару өте оңай.